Hello World. Сіздермен бірге IT әңгіме. Бүгін бізде қонақта Мейрамбек. Мейрамбек, өзің жайлы кім болып жұмыс жасайсың, қайда жұмыс жасайсың? Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Мейрамбек. Бірінші айта кететін нәрсе, мен социофобпын. Сондықтан мені түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Бірінші түсіп жатқан видеом десем де болады. Осылай көпшілікке. Қазіргі таңда жұмыс істейтін компаниям Кифтех. Мен ол жерде middle backend инженер болып жұмыс істеймін. Өте жақсы, Мейрамбек. На расслабоне отыра берсең болады. Өзіміз отырып шай ішетін әңгіме. Так, сен қай университетті бітірдің? Қандай мамандыққа бакалаврда? Мен бірінші КБТУ универін бітірдім. Бірінші дегенде соңғы бакалавр, бірінші. И бакалаврдағы соңғы мамандық деп ойлаймын өзім қазір. Automation және автоматтандыру және басқару, automation control мамандығы. 2022 жылы бітірдім. Так, automation control engineering деген мамандық, ол IT-ға бір аса жақын мамандық деп айта алмаймын, өйткені себебі менің өзімде де бакалавр дәл сол мамандыққа бітіргенмін. Ол көбінесе инженерия жағына жақын. Енді бір қызық сұрақ, осындай мамандыққа бітіре отырып, не себепті нефтяной компанияда емес, IT компанияда жұмыс жасап жүрсің? Ол мысалы кез келген адам мысалы мамандығына түскенде сол мен басында жұмыс істеймін, өмірімді сонымен көремін деп ойлайды. Мен де солай ойладым. 4-ші курстан бос оқыған жоқпын ғой деген сияқты 4 жыл. IT-ға ауысуым мен өзім қатты ондай пландаған жоқпын, бірақ солай болды. Бірақ біз IT-дан қатты алыс болған жоқпыз. Бірінші, екінші курста есептер шығарып, бэк, фронт дегендерді, мобилка дегендерді түсіндік. Ал менің одан бұрын мен 1 жыл заводта жұмыс істеген бар. 3-ші курста, яғни басында локдаун болды, барлығы біледі, коронавирус. 3-ші курста бізде онлайн болды да сабақтың форматын барлығы. И мен 1 жыл заводта істеген опытым бар. Инженер болып жұмыс жасап жүрдің, иә? Ол Алматы қаласында? Ол Астана қаласында, Экатон дейтін компания. Ол жердегі менің обязанностым былайша айтқанда, өзі сабыр болса шай ішіп беру болды. Анда үлкен кісілер болды, и көбіне шай ішетін едік. Түсінікті. Жалпы енді көптеген производстводағы болады жағдайлар, иә? Жақсы. Кейін заводтан кеткеннен кейін, мысалы мынандайда, қалай IT-ға кірдің? Яғни курс оқыдың ба, я болмаса біреу саған наставник болды ма, өзіңнің бір родмапың болды ма, қалай жалпы IT-ға ауысып кеттің? Мен негізі андай видеолар, ютубтан шыққан, инстаграмнан шыққандай курстар, ондайларды шын айтайын көп көрген де жоқпын. Даже ондай маған как будто қызық емес болатын болды. И мен просто өзім ашып, оқыған жақсы көремін, просто ашып қарағанда. Басында 2022-нің басында, жаңа жылдан кейін мен JavaScript оқып бастадым. Қателеспесем, сол кезде январь событие болды. Сол кезде январь событиеде просто кітап қолыма түсті, сонымен бастап компьютерден просто интернет қосылған уақытта JavaScript-ті қарадым. И 18 январь мен бірінші жұмысыма подавать еттім, офер подавать алдым. И бір жұма сол JavaScript-ті қарадым да сразу подавать еттім все. Так, мына жерде бір қызық, бір жұма ғана JavaScript-ті қарадың. Осыған дейін сен JavaScript туралы білмейсің, то есть былай оқып отырып қарадың. Мен одан бұрын C++-ті білетін, содан есептер шығарып, и Python-ды аз ғана. Просто язык, просто... Жалпы базасы болды сенде. Да, синтаксис только. А енді мынандай сұрақ. Сен компанияға, наверное, өткен шығарсың технический интервью. Ол жерде енді бір апталық біліммен. Бірінші мен жұмысым стартап болды. Берта деген компания, оның тех директорына. Қазірдің өзінде даже өмірдің соңына дейін десем рахмет айтсам болады. И ол жерде мені алғанды білемін, не үшін алғанын, білмеймін өзімді қалай көрсеткенім. Сол кезде бірақ өзімді біртүрлі болып шықтым, шын керек. И мен жалғыз ғана айтқам, мен синтаксисті білемін. И үйренуге барлығын желанием бар. 2 апта, яғни февральдың 1-іне дейін просто көрейік дедім. Просто бесплатно, ештеңе төлемей, просто көрейік. Яғни енді болатын бала деп алып отыр ғой. Жалпы базалық білімі бар, ары қарай алып кетеді. Ең бастысы ниеті, желаниесі бар деп, иә? Бұл білмеймін, может аяныш болып көрінбеймін.
иә жақсы. Содан кейін сол стартап компаниядан кейін қазіргі жұмыс жасап жатқан Дифтекқа ауыстың, иә? иә. Бұл жерде Node.js-та жазасың. Node.js, под капотом Node.js есе болады, бірақ оның фреймворк бар, Nest, TypeScript-та Nest жазамын. Түсінікті. Мынандай сұрақ, неге Node.js, мысалы, сен айттың ғой январьский событияда мен Node.js оқып бастадым деп. Неге сен Java-дан бастадың, неге Python емес, неге басқа емес, неге именно Node.js? Так, енді бәріне по-подробно тоқтайын. Неге Java емес? Java бірінші корпоративный язык. Ол жерде банктарға или үлкен сферадағы огромный IT компанияларға келеді, огромный IT проекттарға. Неге Python емес? Pythonды мен университет 4-ші курс кезінде менде курс болған, бэкэндта Django оқығанмын. Одан хабарым бар Pythonнан тоже. И PHP болады, Laravel'да менде қазіргі жұмысымда, бірақ мен иногда Laravel'да задачалар жасаймын. Дальше Ruby деп кете берсек болады, C#-тың, ASP.NET, .NET-тар. Так, енді неге Node десек, мен Node'дан мен білдім, что мен стартаптарға подавать етімді, бірақ ол кезде активный банктар ол кезде офер, жундарды іздемеді, былайша айтқанда. Ондай нәрселер жазда немесе көктемге қарай болады, и менде январьдың басында короткий срок жұмыс табу керек болдым. И былай қарағанда Node стартаптарға Node ол лучший вариант болып көрінді мен үшін. И жылдам көтерілетін серверлік язык болғандықтан соны таңдадым. Түсінікті. Яғни сенде аз уақыт болды, аз уақыттың ішінде қалай енді офер алу керек деген мақсат болды. Соған қарай өзің зерттедің. Банктер или болмаса үлкен IT компанияларда ол Java-да көбінесе жазады бэкті, иә? Ал сені енді ғана IT-да қадам басып келе жатқан адамды алатын компаниялар ол мүмкін стартаптар деп ойладың, ал стартаптар қайда жазады? Олар, скорее всего, Node.js-да деген анализбен, иә? Түсінікті. Енді мынадай сұрақ, болашақта осы Node.js-ті Java-ға я болмаса басқаға жалпы направлениеңді, бағытыңды өзгертетін ойың бар ма? Так, обобщенно тоқтала кетейік. Например, бір языкті бэкпа до конца сонымен бару ма, или қасына мобилка, фронт, DevOps, PM, тағы дизайн мамандықтарын меңгерген жақсы ма? Егер сіздерде четко болашақта IT идеям бар, немесе ағам, апам бір сферада проф именно оларға IT жағынан көмектесемін десеңіз, өзіңіздің стартапыңызды бастағыңыз келсе, фронт, бэк, мобилка барлығын үйренсеңіз жақсы. Қазір, например, React фронтта үйренсеңіз, React Native ажарында мобилкаға жақын. Немесе Flutter қазір жылдан көтерілетін. Ал егер үлкен IT компанияда манағыдай ростпен өскіңіз келсе, онда бір сфераны прямо четко білген жақсы. Например, Nest-та и Nest до конца. База, там, бэк, сервердің часть, барлығын, өзіңіздің частьіңізді. Java-ма манағыдай Spring, барлығы до конца изучать етіп. Сол уақытта сізге офер алу оңай болады. И менде қазіргі ой, мен қазір фронтта былай қараймын, бірақ менде қазір екеуі де бар десек те болады, екі жағында тырысып жүріп алуға. Түсінікті. Ал сұрақ, мысалы жалпы компанияда жұмыс жасайсың, иә, сол жерде былай ғой енді, мысалы біз неге интервьюға барған кезде, ой, лишь бы мені алса екен деп, өзіңді бар жағына көрсетіп, барлық условиясына келісіп, иә, мен былай болса да жасай беремін, былай болса да жасай беремін дейміз ғой. Бірақ енді кейіннен уже кішкене өзің дұрыстап, өзің тапқан кезде, мысалы маман, жақсы маман болып бастаған кезде, сенде мынандай пайда болады да, уже сен требования айтып бастайсың ғой, белгілі шарттарды, иә, маған мына былай ыңғайлы деген сияқты. Енді сен үшін жалпы IT компанияларда, dream job, немесе dream office деп айтам ба, немесе не нәрсе саған әсер етеді? Так, өте күшті сұрақ десең. Так, неге олай, неге басында неге ондай ситуация и соңында өзің неге требование қоясың? Басында енді джун болғанда кез келген мүмкіндікке
қол жеткізуге тырысасың. Мысалы құттай бір шанс келсе соны пайдалануға и өзіңнің развитиеңе байланысты дальше уже өзіңнің мақсат міндеттеріңді қоя бастайсың. Осылай деген сияқты. Басында мысалы 1 жыл бойы 0 мен 1 жылдың арасында мен даже офисқа қонуға да дайын едім. И барлығында солай деп ойлаймын. Кез келген мысалы мен ойладым орындалмайтын задача жоқ, мен орындаймын деген сияқты. И барлығын аламын, барлығына келісемін деген сияқты. Бірінші, екінші жылдың арасында уже өзіңнің мақсаттарыңды, міндеттеріңді четко білгеннен кейін уже IT компанияға өзіңнің керегіңді, былайша айтқанда хотелкаңды айта бастайсың. Осылай деген сияқты. И көп IT компаниялар сенімен келісуі де мүмкін, келіспеуі де мүмкін. Келіспесе ол жердегі нәрсе бірінші ойлаймын жұмыс уақытына байланысты. И главный нәрсе ол яғни барлық білетін шығар зарплата и екінші оборудование, үшінші оборудование солай деп ойлаймын. Коллектив ше роль ойнай ма? Коллективтің үлкен роль ойнайды. Өйткені мен қазір андай ақыл емес, как будто как дружеский совет деп ойлаймын. 2-3 жыл опыт сіздерде болса, немесе қазір бастағыңыз келсе, үлкен зарплатаға лучше жүгірмей-ақ қойыңыздар. Мысалы, сіз қазір сізге 2 миллион бергеннің өзінде, сіз ана жақта просто болып болсаңыз, просто келген задача жасап, отыра берсеңіздер, и келедіңіз сізге дұрыс қарамаса, лучше аз ғана зарплата, бірақ ана жерде прямо комфортно, и келедіңіз сізге күн сайын бір нәрсе үйретіп, бір новый нәрсе болып, и олар сізден күшті нәрсе требовать етсе, лучше сол жаққа. Манағыдай опыт жиналғаннан кейін зарплата келеді дальше. Түсінікті, жақсы. Мейрамбек, өте бір үлкен пайдалы әңгімелер болып жатыр, иә? Саған үлкен рахмет осындай өзіңнің тәжірибемен бөлісіп жатқаныңа. Енді соңғы сұрағым деп айтсам, жалпы барлығына қояды осы сұрақты. Технический сұрақ, яғни жалпы IT саласындағы бір термин бойынша ма өзің түсіндіріп ашып айта кетсең. Манағы ойымды до конца жалғастырып келейін осы, team lead деген позицияларды. И қалай деңгейлер и қалай взаимодействие ете болады team leadпен, немесе қай жерге барған дұрыс деген сияқты, қалай өзіңізді дамыта аласыз, өзіңізді көрсете аласыз. Мысалы, джун болып келгенде сізге мысалы middle немесе senior разработчиктарларды қазір тағы тоқталып кетемін. Сізге, например, бір нәрсе жаса деп, бір нәрсеңіз дұрыс емес деп айтса, лучше солар қалай идеально көргенше сіз өзіңізді сол, мысалы, например, мынандай ситуация, сізге бір кодты береді, сіз кодты алып кетесіз, жасап келесіз. И сізге айтады, мына кодты дұрыс рефакторинг жаса, бірақ айтпайды қалай рефакторинг жасау керек екенін. Жасап кетесіз, қайта рефакторинг. И қазіргі көп джундар, мысалы, менің өзімде middle болдым да, қазір прям middle деп айта алмаймын. И оқығанда кодты бесконечно рефакторинг жасауға болады, бесконечно. И какой-то момент сен барасында сен үлкен сеньорға немесе тимлидқа айтасың, сен маған кодты рефакторинг жаса деп жатсың, но мен бесконечно жасай аламын ғой, лучше давай осылай қалдыра салайық деген. Меніңше ол слишком наглость деп ойлаймын. Дұрыс сіздің жағыңыздан, бірақ басында сіз өзіңізді ондай деңгейге жетпегенше лучше керек емес. Мысалы, ондай нәрселерді айтуға. Бастамасында барлығын жасай береді. Мен қазірде мысалы маған бір замечание келсе, и өзімді до конца олар опытын етпегенше кодты дұрыстай береміз. И сол сияқты әрбір периодтың сондай нәрсесі болады. Мысалы, джун болып келгенде, любой нәрсені қызығып оқу ол міндетті түрде. Мысалы, бір задача жасап қана қоймай, оны қалай көрсетуге болады, senior қалай жасайды, middle қалай жасайды. Например, GitHub-қа кіресіздерде любой проект ашасыздар и архитектура қалай құрылды, осы задачаны олар қалай жасады. Кодты просто отырасыздар да оқисыздар. Ол советті маған техлидім берген ең бірінші жұмыста. Просто кірде, любой GitHub проекттің өзінің архитектурамен жазылғанын кірде, просто қара олар қалай жазатынын. И сонымен әр адамның код жазу стилі пайда болады. Главный сол, өзінің код жазу стилің пайда болса, мысалы, әр разработчиктің код жазу стилі болады, ол басқаша жаза ма, ол былай жаза ма. И сол өзінің код жазу стиліңді қалыптастырып алсаң, middle-ға өту, ол әркімнің код жазуында емес. Мысалы, джун middle-дан мықты код жазу мүмкін, таза, структурны, бәрін оқып, зубрить етіп. Middle-дің джуннан бір айырмашылығы келесі кезеңге өткен уақытта,
ол задачаны обширно көре алады. Мысалы SEO-ның, PM-нің, директордың не сұрағысы келіп тұрғанын ол көре алады и ол соны бере алады. Мысалы сізде бәрі дизайн дайын болмауы мүмкін, фронт дайын болмауы мүмкін, но сіз фронт ретінде, бэк ретінде сол задачаның ең бір андай солін көріп, ең бір олар сұрағысы келіп тұрған нәрсені сіз приложить қылу керексіз. И соны өзіңіз приложить и өзіңіз істеу керексіз соны. Сол моментта middleға өттіңіз деп сіз өзіңіз есептесеңіз болады. Қандай там архитектура, микросервис, моно, там Redis болсын, басқа болсын, Rabbit, Kafka барлығы. Ол технологияларды уақытымен үйренуге болады, кез келген адам үйрене алады да ашқаннан кейін. Но бірақ өзіңізде андай логический не болу керек. Түсінік, короче. Синьорға өту, да. Ол синьорға өту, ол кезде наоборот сіз басқа біреулерге, джундарға совет бере аласыз. Кодын тексеріп, код ревью жасап, яғни жаңа middle деген жалпы бизнес процесті толық түсіне алатын, қандай задачаға, қандай методты немен жасаған дұрыс екенін біле алатын адам ғой енді, иә? Жақсы, Мейрамбек, үлкен рахмет. Енді мен білесіздер, иә, ең соңында осындай бір дәстүр бар. Ол саған сыйлық. Ең бірінші сыйлық, ол менде бұл бір қызық оқиға негізі. Мен Мейрамбектің общагада қайта жаңағы несін су құйып ішіп жүрген бокалдарын сындырып қоя беретінмін ғой. Сол күйінде алып бермей кеткен едім. Енді бүгін осының бір сәті түсіп тұр екен. Сол үшін Мейрамбек, мен саған біреу емес, екеусін, даже екеуін сындырып қойған, иә? Екеусін де қайтармай төлемей кеткен десем ба. Сол үшін бүгін қайтарып отырмын. Және де тағы бір сыйлығым беріп жібере қойсаңыздар. Бұл жаңа өзің айтып өткенде, яғни таза код жазу алдыңғы өткен подкастта да біз айтқанбыз. Чистый код деген кітапты рекомендовать етіп, осы кітапты саған сыйға тартқым келіп отыр. Рахмет көп. И бокалға да рахмет. Наконец-то қайтардым десе. Бұйырса вино ішеміз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай да көретін қызықтар, әртүрлі қызықты қонақтар өте көп. Мен оған уәде беремін. Рахмет көп. Шақырғаныңызға рахмет. Жақсы.